Егер сен осылай істеп жүрсең, тоқта, яғни кешкі асты кеш ішіп, одан шаршап жатып қалсаң, немесе ұйықтар алдында тамақтансаң, ұйқыға тек өзің емес, ішкі ағзаларың да кетеді. Содан ішкі ағзалардың жұмысы баяулап, асқазанда тағам дұрыс қорытылмайды, және бүйрек жұмысы да баяулайды. Бұл бүйректің артық сұйықтықты шығару қабілетін төмендетеді, нәтижесінде ісіну, қан қысымының көтерілуі және басқа да мәселелер туындауы мүмкін. Бүйректің негізгі функциясы қан құрамында қажетсіз немесе артық заттарды зәр арқылы ағзадан шығару. Тамақтанған соң ағзаға сұйықтық пен тұздар, яғни натрий мен кальций көп мөлшерде түседі. Бүйрек ұйқы режиміне кеткен соң фильтрлеу әлсіреп, бүйрек натрий мен кальцийді жинай бастайды. Егер осы әдеттен құтылмасаң, сөйтіп бүйректе тас пайда болады. Осындай керекті ақпаратты жіберіп алмау үшін арнаға жазылып қой.